Барлық адам сүйсініп жеп жаз шыға салысымен сатып алуға асығатын қарбыздың 92% судан тұрады екен. Оның адам организмін тазалауда пайдасы орасан зор екен. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәлімдеуінше, ең жоғары деңгейдегі дәрумендердің барлығы қарбызда екен. Әдетте мұндай жағдай тек қызыл көкөністерде, жеміс-жидектерде кездеседі екен. Сонымен қатар қарбызда ликопен компоненті бар екен. Оның жүрекке, сүйекке пайдасы өте зор екен. Қан қысымы жоғары адамдарға және цистит, простатит сынды аурулардан зардап шегетін адамдарға қарбыз шырыны жиі ішу ұсынылады. Қарбыздың дәнінде де құнар бар екен, өйткені ол нәрлі заттармен байытылған, ішінде минералды тұз, темір және магний бар. Қарбыздың отаны Африка, дәлірек айтқанда оңтүстік Африка саналады. Онда бүгінгі күнге дейін бұл өсімдіктің жабайы түрлері ұшырасады. Қарбыздар дәл осы мекеннен әлемнің түпкір-түпкіріне таралған. Өсімдіктің Қытайдағы мәртебесі өте жоғары. Батыс қарбызы деген атау бергендеріне қарағанда, қытайлықтар оны европалықтардан әкелген. Күні бүгінге дейін қытайлықтар қыркүйек айында қарбыз мерекесін жоғары дәрежеде атап өтеді екен.